Қайырлы күн достар. Арбуздың қабығынан осындай аппетитный көрініс берген мармеладный варенье жасайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, светі де өте сочный, мармеладный. Осындай арбуздарыңыздың қабығын жеп болғаннан кейін тастауға асықпаңыздар. Одан зор варенье шығады. Ең алдымен осылай бөліктерге бөліп, көк қабатынан тазартып аламыз. Содан соң оны кубиктарға осылай майдарақ қылып турап, әдемілеп бәрін турап шығамыз. Сосын осындай үлкендеу қайнататын ыдысымызға салып барлығын, оның үстіне 2 стакан құм шекерімізді салып, сосын қалпағын жауып, бір кемінде 2 сағаттай уақыт ұстап шығасыздар. Шекердің соғы өзі әдемі болып шығу үшін. Міне 2 сағат ұстағаннан кейін шекердің соғы керемет болып шықты. Енді мұны біз баяу отта 30 минут қайнатып алатын боламыз. Міне енді қайнап бастады. Осылай баяу отта қайнатамыз. Міне 30 минутта қайнағандағы реңі осылай болып шығады. Одан кейін мен осында екінші рет қайнатқан түрі осы. Одан кейін 2 рет қайнағаннан кейін лимонның осындай қабығын күштен өткізіп, кішкене салып жібереміз. Бұл өте хош иіс береді және керемет қышқыл дәм береді. Одан кейін ваниль сахарын жаңағы 3 ас қасық қылып саламыз. Қатты тәтті болып кетпесін десеңіздер, 1 ас қасық салсаңыздар да болады. Содан соң жаңағы лимонның жартысын осылай сығып аламыз. Егер кислый әдемі ащы дәм, қышқыл дәм беру үшін сіздер сондай дәмді ұнатсаңыздар, 1 лимонды сығып қойсаңыздар болады. Қараңыздар, мен осы жерде видеоға түспей қалыпты. Лимонды 2 бөлікке бөліп салып қайнаттым. Енді оны алып тастаймыз. Мен вареньяны толықтай 4 рет қайнаттым. Бір қайнағаннан кейін 20 минут суытамызда қайтадан қайната береміз. Солай 4 рет қайнаттым. Міне менің жаңа мармеладный арбуздың қабығынан жасалған вареньем дайын болды. Дәм енді керемет. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.